Дариғай дала құшағың неткен кеңеді, тарылса пейіл кеңдік қой бізге керегі. Көкірек керіп жұтқанда таза ауаңды, жаныма менің бір байтақ жырлар енеді. Сондайда көңіл сонау көкпенен таласар, бұйрат белдерді қуалай орап жоласар. Километрмен өлшенбес сенің кеңдігің, о далам, саған байтақтық қана жарасар. Ақынның әркез тілі шында ғой ән жыры, о далам менің қанаттылардың тұрағы. Сағынам сені осынау алып жүрекпен, көкірегім менің сағыныштардан тұрады. Адам біткеннің бәрі де өзін қоршаған табиғатпен ғұмыр бойы кіндіктес, сырлас. Ендеше тіршілік тынысын түптеп тартып қозғайтын суреткер назарының үнемі табиғатқа ауы табиғи құбылыс. Табиғаттың оты мен желінің өтінде тұрған Бейнеу ауданының Сыңғырлау ауылында туып өскен, Қашағанның жырын жаттап, Досат пен Қайыптың әнін қанына сіңіріп, Абыл мен Есірдің күйін тыңдап өскен Рахат Құсайынұлы Қосбармақ 1972 жылы 19 маусымда Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының сол кездегі Ақжығыт ауылдық кеңесіне қарасты Қызыләскер деген жерде Сам құмында дүниеге келген. Ата-анасы Қосбармақ Құсайын мен Еділхан Меруерт қарапайым еңбек адамдары. Әкесі Құсайын ұжымшарда автокөлік жүргізушісі, артынан селолық кеңестің есепшісі болып жұмыс жасаған. 1987 жылы 49 жасында ұзаққа созылған ауыр науқастан дүниеден озды. Анасы Меруерт Кеңшарда әртүрлі ауыл шаруашылығы жұмыстарын атқарған, 9 бала тауып тәрбиелеген алтын алқа иегері. Қолтығында бұлттардың күн аунаған сәбиден бір аумаған, күлкісімен күн сәби ертердей, қырлар шөгіп жамылса қыраудалам. Ақ моншақтар жанардан ыршып таңда, айналайын көңілім тыншып қалма, құлыншағым кеудемде кісінейді, тұлыншағын көтеріп күн шыққанда, күн келеді нұр сыйлап бар адамға, қызыл найза лақтырып далаларға. Нұрдан жаралғанымды сезінемін, жарқын жүзді жалқын нұр жалағанда. Арай толар атқақтап содан кеуде, нұр жүгіріп күн шықса ағар демде. Қанжылайды жүрегім күн құласа, қан-қан болған найзасын қадап жерге. Аймаласа нұрымен артып текпін, шақырғанда сәбигін шалқып кеттім. Тартып кеткім келеді күрең мініп, күн астында күңіреніп тартып кеткім. Қолтығында бұлттардың күнді аунаса, қайтередік жүректер нұрланбаса, қайтередік егерде жақсылардың көңілінде бір-бір сәби күн болмаса. Тереземнен енген кезде көк аспан, көңіл шіркін көк аспанмен таласқан, көк аспаннан көрем тұнып көзіңді, ақ жүзіңе ай секілді жарасқан. Ғашық жаны қайдан табат миятты, көкіректен сазы бөлек құяқты, көл көсір боп көз жетпейтін көкжиек, саған деген сағынышым сияқты. Қара жерге жауған аппақ қарғандай, аппақ неткен армандай, ақша қарды адалдығың деп білем, адал адам білмейді ғой жандалдай. Құзар шыңға құс боп ұшар өлеңім, сен ғой қалқам, өлеңімде сенерім. Сондықтан да табиғаттан тек қана мен өзіңді, тек өзіңді көремін. Құйғытсам шіркін, құлдилап жонда бірер күн, құйрық жалында маздаған шырақ от іліп, көгорай қырда күдері тізгін күреңнің күпшек санында күміс тамшылар секіріп, күлік арғымақ көкірегімнен күйақтар, сезімдер сонда сергек қылышын сермелеп, жарқылдап жатса жалын шашып от тұяқтар, жанарларында дөбірлі дүние дөңгелеп. Қыдыра шауып қиялай шықсам қыратқа, шаңылтақ аспан көз ұшы жүзген көксағым, құйғытып күрең күй тартқызып от тұяққа, жарқырай аққан жұлдыздар шашып жатса бір,
шағала көңіл шаңырқап шыңда шарқ ұрған, кермейік құстар кеудеме келіп қоныңдар, қол бұлғап жатса жамырасып сонда артымнан, қораба құмдар, қойтасы қожыр қорымдар. Көбік сабын боп көктегі айды ілермін, кім тоқтаталар ауызды үзген арынды, күміс үзеңгі күнге шағылып күреңнің, күлдірде күлдір кісінесі тербеп жанымды. Заңғар бір биік асқақтық есіп зарпымнан арқырай ағып барада жатам зымырап, түсіме жиі еніп жүр күміс ер тұрман, түсіме жиі еніп жүр сол бір күлік ат. Тегінде ақын атаулы өзінің ішкі сарайымен толғанады. Алдымен көңілін аударар табиғатта бір құбылыстың, өмірде тебірентер бір толғаныстың болуы оның жанына сәулелі ой түсіреді. 15 жасында Асқар Таудай әкесінен айырған ауыр қаза бозбала рахаттың да көңілінен ала, жүзіне мұң, қаламына қайғы ұялатқан еді. Естіртуші үнінен бекем болың деп келген, әкем өлген күнімен хабаршыны жек көргем. Шошып ажал түрінен әкең өлді деп келген, әкем өлген күнімен сүйекшіні жек көргем. Жарқын жаздың түнінен қайғы толы леп келген, әкем өлген түнімен қара түнді жек көргем. Тұңғыш рет шынымен бастан қайғы өткергем, әкем өлген күнімен өзімді өзім жек көргем. Жайма шуақ күнімен қасірет мұң дөп келген, әкем өлген күнімен өмірді де жек көргем. Балғын Рахат 8 жасынан бастап өлеңді жанына серік етсе, білім додасындағы тұңғыш табысы 1988 жылы Алматы қаласында республика бойынша тұңғыш рет өткізілген қазақ тілі мен әдебиет олимпиадасына қатысып, 137 баланың ішінен озып шығып, бас жүлдені иемденуі еді. Армысың әке, басыңа келіп тұрмын мен, төбел төбеге айналарыңды кім білген, дүрбелең тірлік дүниеден мынау қол үзіп, тірілер өсіп, топырақ бұлар бір-бірден. Ардағым менің, сағынып келдім өзіңді, шерленіп жүрек шешіле келіп езілді, сағынып келдім мейірімге сараң өмірден, саған ғана тән мейірім атты сезімді. Ақ папам менің, айтылмай қалған дастаным, ағиық шыңдар аласа сенен асқарым, аңсап келдім ғой, алдымнан неге жан әкеу, айқара құшақ ашпадың. Алдымнан неге айқара құшақ ашпадың, аңқылдап жеткен көңілді ортайтып неге тастадың, жетіғат жерге жетпей жатыр ма жан әкеу, ботаңның мынау боздатып салған аш шәні. Өкпелімісің өмірге әлде әндеткен, беймаза мынау тірлікте тыным бар деппең, көміп кеткен соң көз қырын бірі салмаған, тірілерге әлде бар мөкпең. Аждаһа ажал суырған сәтте қылышын, аяулы әкем ерте зүлдау тым тынысың, мезгілсіз кеттің, мезгілің жетті оянар, ояншы әке, өлген жоқсың сен, тірісің. Жаратпай қалма, жасықсың сен деп күрсінсем, арманым азды, аймалап қазір бір сүйсең, өлеңімде де өмір сүріп сен жатырсың, тірісің әке, жүрегімде де жүрсің сен. Асығып келдім, аттанып барам асыға, жанымдағылардан жасымды сүртіп жасыра, келер деп бүгін жаутаңдап күтіп жатқанда, кешірім ет сен, келе алмай қалсам басыңа. Астана жаққа аттанып барам ақ папам, әруағыңа тағзым етіп қоштасам, кешірім ет сен, алыста жүріп жол түспей, беймаза өмірде бір келуге уақыт таппасам. Аттанып барам, асығыс болдым әттеген, көкіректе қалды айтарым әлі көптеген. Ақ папам менің, адам болу үшін әрдайым, аман болсам тек адам болуға серт берем.
1989 жылы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түскен Рахат оқи жүріп республикалық өркен жас қазақ газеттерінде және қазақ-түрік бірлескен Таң Плюс телекомпаниясында редакторлық қызметтер атқарып, өз тәжірибесін шыңдай түсті. 1990 жылы Алматыда өткен Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті мен Қарағанды мемлекеттік университеттер арасында студенттердің республикалық ақындар айтысына қатысып, жүлделі орынды иемденді. 1992 жылы республикалық студент көктемі фестивалінің лауреаты атанды. 1994 жылы университетті бітіріп, туған өлкесіне оралған соң, Маңғыстау облыстық телерадиокомпаниясында 8 жылдан астам уақыт қызмет етіп, 400-ден астам телехабар дайындады. Шарайна ақпараттық сараптау сазды бағдарламасын, облысымызға белгілі азаматтардың белгісіз қырлары туралы сыр шертетін Дидар Ғайып, күн сайын қатары кеміп қарасы азайып бара жатқан көкірегі сыр сандық кәрі құлақ қариялардың аузынан жазып алынған тарихи тағылымы мол Даламның дана қарттары атты авторлық бағдарламаларын ашты. 2006-2009 жылдар аралығында республикалық тәуелсіз қоғамдық саяси басылым РКЗ газетінің бас редактор болып, қоғамға шынайы ақпарат беру бағытында жұмыстанды. Рахаттың жан-жары Нұргүлдің де мамандығы журналист. Бейнеу аудандық Рауан және республикалық Ақбосаға, Атамекен газеттерінде, Маңғыстау облыстық телерадиокомпаниясында тілші қызметін атқарды. Қазір Ақтау қаласындағы нөмірі 10-шы орта мектепте орыс кластарындағы қазақ тілі пәнінің мұғалімі. 3 қызы бар. Үлкені Еңлік Қоспармақова, дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттың түлегі. Орыс тілі пәнінен облыстық және республикалық олимпиадалардың жүлдегері. Қазір Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті филология факультетінің 4-ші курсында оқиды. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі тағайындаған президенттік стипендияның иегері. Ортаншысы Самал Құсайынова қазақ тілі мен әдебиетінен мектепшілік және қалалық олимпиадалардың облыстық жыр мүшәйраларының жеңімпазы. Биыл Ақтау қаласындағы нөмірі 13-ші орта мектеп гимназиясын бітірді. Апасы Еңліктің жолын қуып, Астанаға оқуға баруға дайындалып жатыр. Кішісі Іңкәрбегім Рахат қызы 4 жаста. Ақтау қаласындағы нөмірі 28-ші Балдәурен балабақшасына барып жүр. Әдебиет әлемінің сан салаларына өз қолтаңбасын ала келген Рахат ақынның мұрасы халықтың әлеуметтік мәдени рухани өмірін жан-жақты ашатын телебағдарламаларымен, балаларға арналған өлең жырларымен, ел тарихын баяндайтын тұшымды еңбектерімен, сыршыл іңкәр көңілмен жазатын лирикалық шығармаларымен, батырлық жыр дастандарымен толығып отырады. Елінің қуанышы мен күйінішіне сүйінетін, ар туын, адамдық туын биік ұстанатын ақынның өмірлік кредосы да адалдық. Ақынның шығармашылығына кезінде қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері мен жерлес ақын журналист, жазушы ағалары биік бағасын берген. Қатал өлкемнің қағидасы бар, бұлжымайтұғын мәңгілік. Қаншама текті болсаң да, көтермес сені төбеге ешкім хан қылып. Қылышқа жақын қыршаңқысы көп адайдың қиқулы үні құлағыма келді заманалардан жаңғырып. Ажар дидары арайшы шыққан ай менен тауып жарасым, аруларына телген адай тентектеу талай баласын, ақылы менен ақыныңды да жаңылтар, сұлулардың сұлтанын маңғаз Маңғыстауымнан табасың. Аламан дүрмек алқалы топтың алдында ақындығыңды адай мен сынға салдың ба, жарыстырғанда сөз киігін сен шашасына шаңда жұқтырмас, жез заңдай шешен желдауыз ақын бар мұнда. Шерлі тарихы жатқан жоқ әлі жазылып, шежіресінен келемін сырлы саз ұғып, таулары ауып қалған бір керуен жүгіндей, сайлары қалған қазанаттардан жер ошақ ор боп қазылып, сексеуілдері өмірге деген өшпес сенімін өлтірмей, хақ тағаладан қайырым күтіп, аспанға қарай алақандарын тарбита жайған кемпірдей, шыңдарға шөккен қара буралар секілді, бұл түркменнің, бұл қоныс кімнен қалмаған ай деп, бұлғаған сеңсең бір күндей, арабы қанды арғымақ пентең ақал текелер пырағы, аққудың асқақ қанаты менен ақбөбек болып аспанға ұшқан жыр әні, асау мінезді адайдың ата қонысы, Маңғыстау ханы мұнайдың ыстық бұлағы, Маңғыстау деген тұмарлы ұлдардың, тұғырлы ерлердің тұрағы.
1996 жылы Рауан баспасынан Рахаттың тұңғыш туындысы Кемпірқосақ атты екі тілдегі ертегі кітапшасы. 1999 жылы Жаздың ең соңғы күні атты тұңғыш жеке өлең жинағы жарық көрді. 2000 жылы Алматыдағы Информ арна баспасынан Қабиолла Сыдиқовтың алғы сөзімен Бекет ата атты кітабы, 2010 жылы Алматыдағы Информа баспасынан Сақып Керелбаев, Дүйсенбай Бекмұратовтармен бірігіп жазған Сұрасаң руымды дәулет ал атты кітабы жарық көрді. 2011 жылы Информ А баспасынан Ата жұрт атты жеке жыр жинағы жарыққа шықты. Республикалық дәрежедегі бірнеше мүшәйралардың жеңімпазы Рахат Қоспармаққа 1993 жылы Қазақстан Жазушылар одағының сыйлығы, 1997 жылы Маңғыстау облыс әкімінің құрмет грамотасы, 2000 жылы облыс әкімінің алғыс хаты, 2006 жылы Жұмекен Нәжімеденов атында республикалық жыр мүшәйрасында қазақ әдебиетін қолдау қорының арнайы жүлдесі табыс етілді. 2002 жылғы ақпанда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл мерейтойлық медалімен марапатталды. 2000 және 2003 жылдары 5 және 6 халықаралық шабыт фестивалінің дипломанты атанды. 2006 жылы Форт Шевченко қаласының 160 жылдығына арналған республикалық жазба ақындар мүшәйрасында бас жүлдені иеленді.